Сәлем достар, менің есімім Асхат және де бұл Апспай каналы. Бұл каналда менің басты мақсатым тауарларға шолу жасау арқылы адамдарға онлайн сатып алуға жәрдемдесу. Бүгінгі видеода Қазақстанға және бүкіл әлемге танымал сауда платформаларының бірі AliExpress жөнінде. Негізін қалаушысы кім? Бір күнде AliExpress қанша долларға сауда жасады? Және тағы сол сияқты қызықты фактілер бүгінгі видеода. Кеттік. AliExpress платформасының негізін қалаушысы Джек Ма, қытайлық кәсіпкер. 1964 жылы Ханчжоу қаласында дүниеге келген. 1988 жылы қарапайым ағылшын тілі мұғалімі ретінде $12-15 жалақы алып өмір сүріп келген. 1995 жылы ақш-қа іссапармен барып интернетпен танысады. Сол кезде онлайн сатып алудың, онлайн сауданың үлкен мүмкіндіктерін көріп, 1999 жылы Alibaba Group негізін қалайды. Alibaba Group компаниясының даму барысында кейіннен Alipay, Taobao, Tmall, Alimama, Alibaba Cloud, Ant Financial секілді компаниялар пайда болды. Оған қоса біздің әңгімеге бүгін тиек болатын AliExpress компаниясы да құрылған. 2010 жылы осы AliExpress өзінің жұмысын жасап бастады. Айтпақшы, қазіргі уақытта қарапайым мұғалім Джек Маның шамамен байлығының құны $55 миллиард. Қытайда кейбір үйлерде Джек Маның фотосын төргелік қойды. Ақшаның, байлықтың құдайы ретінде. AliExpress қазір уақытта дүние жүзінде ең ірі сауда платформаларының бірі. AliExpress'ның бизнес моделі B2C, Business to Consumer, яғни бизнестен тұтынушыға. Мысалға, өндіруші компания немесе ірі делдал компания өзінің тауарын AliExpress'те орналастырады. Соның арқасында делдалдардың саны өте төмен, тауардың бағасы өте төмен. Бұл өз бетінде AliExpress'тің танымал болуына септігін тигізеді. Қазіргі уақытта AliExpress'те 150 миллионға жуық сатып алушы бар. Соңғы 11 қараша жалғызбастылар күні жасалған саудада AliExpress $74 миллиард сауда жасады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан Республикасының 20 жылғы ішкі жалпы өнімі, яғни көрсетілген барлық қызметтер мен өндірілген өнімнің құны $163 миллиард. Соңғы статистикалық мәліметтерге сенетін болсақ, AliExpress'ке сәуір айында 450 миллион кірген. Бұл 450 миллионның 8,5% орыс сегментіне келеді. Айтпақшы, біздерде осы орыс сегментіне кіреміз. AliExpress'ке келетін трафиктің 55%-ын осы YouTube беріп отыр. Яғни адамдар өзінің обзорларында, видеоларында AliExpress'ке сілтеме тастап кетеді. Соның арқасында AliExpress'ке трафик келеді. Қазіргі уақытта AliExpress'те 100 миллионнан астам тауардың түрі бар. AliExpress 18 тілге аударылған, оның ішінде бірақ өкінішке орай қазақ тілі жоқ. Қазіргі уақытта AliExpress сөзсіз ірі сауда платформаларының бірі болып табылады. Болашақта да AliExpress өзге платформаларды ығыстыру жоспарында бар. Міне осылай қарапайым қытайлық мұғалім интернетпен танысып, оның мүмкіндіктерін көріп, осындай ірі платформалардың негізін қалады. Қазіргі уақытта ең ірі бай адамдардың санатына кіреді. AliExpress жайы ойыңыз қандай? Комментария тастап кетіңіз. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асхат, және бұл Апспай каналы. Сау болыңыздар. Айтпақшы, мына сөздер табамын. Болашақта керек болады. Партизанский маркетинг. Тектен тек табамын.